Баршаңызға сәлем, құрметті достар. Бүгін сіздермен өте жылдам, нәзік әрі тез дайындалатын ажурные блинчики дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барша қажетті заттардың бәрін видеоның астына жазып қалдырып кетемін. Ол үшін бізге керекті заттар 200 грамм ұн, 1 шай қасық сода, 2 ас қасық қант, 2 жұмыртқа, 200 грамм айран, 200 грамм сүт және 4 ас қасық сұйық май керек. Қант пен жұмыртқаны жылдам араластыра отырып, үстіне 200 грамм айранымызды құямыз. Оны да жылдам әрі тез араластыра отырып, содамыздың үстіне ыстық қайнап тұрған суды құйып, газ тете отырып, айран мен жұмыртқа қанттың үстіне салып араластырамыз. Оны да жылдам әрі тез араластыра отырып, сұйық майымызды құямыз. Онан соң ұнымызды через сито салып араластырамыз. Біздің қамырымызда комочки болмауы керек. Қамыр қатты сұйық болмауы қажет. Және де блинчиктерді екі бетінен қызарғанша пісіре отырамыз. Әр блинчиктің ортасына май жағып отырамыз. Біздің ажурные блинчикіміз өте жұмсақ, жұқа әрі нәзік болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын. Дайындап көріңіздер.